Ажырасқан кезде бөлісуге жатпайтын мүліктер. Үй сыйласа, жер сыйласа, жаңағындай әйтеуір бір мүлік сыйласа, сол сыйға келген нәрсе мұқтаждығыңызға арналған ақша. Қолыңыздан бірдеңе келетін болса, қолыңыздан жасасаңыз. Егер сіздер ажырасып жатсаңыздар, қандай мүлік бөлісуге жатпайды, яғни сіз өзіңіз бірге алып кетуіңізге болады. Егер сіз әйел адам болсаңыз, өзіңіздің артыңыздан келген қалың малыңыз, жасақтарыңызды ол сізге сыйға берілгендіктен ол бөліске жатпайды, алып кетсеңіз болады. Содан кейін мына сізге жалпы үй сыйласа, жер сыйласа, жаңағындай әйтеуір бір мүлік сыйласа, сол сыйға келген нәрсе бөліске түспейді. Сіздің өзіңіздің жаңағындай мүлкіңіз болып табылады, иә? Сосын мына сіздің өзіңіздің мысалға мұқтаждығыңызға арналған ақша, мысалы күнделікті тұрмыс тіршілігіңізге керек. Өзіңіздің әйел ретінде қолданатын заттарыңыз, сондай ақшалар. Солар жаңағындай бөліске түспейді. Содан кейін мына депозит, яғни баланың счетына арналған депозиттер. Сосын кейін мына инвалидностьқа арналған бір депозиттер болады, солар бөліске түспейді. Сосын кейін әлеуметтік көмектер, мемлекеттен берілген әлеуметтік көмек тоже бөліске түспейді. Яғни осындай әлеуметтік көмек алсаңыздар, сіздер білулеріңіз керек, бұларды сіздер бөліске түсірмейсіздер. Түсініңіздер ғой, яғни содан кейін сіздің өзіңіздің қолыңыздан бірдеңе келетін болса, қолыңыздан жасасаңыз, мысалға бір қол өнер дейді ғой, сурет, басқа да нәрсе, авторлық құқық мысалы қорғалуы мүмкін, болмаса бір бұйым жасасаңыз қолдан деген сияқты, соларда сіздің өзіңіздің мүлкіңіз болып саналады, және ол да бөліске түспейді. Яғни осындай тізімдерді сіз білуіңіз керек. Егер екінші сіздің жұбайыңыз жоқ, бұлардың бәрі бөліске түседі деп жатса, және неке және отбасы туралы кодексте айтып, бөліске түспейтін заттар бар екен, бұл заттар менің затым деп түсіндіріп айтсаңыздар болады. Сотқа егер керісінше күйеуіңіз бермейтін болса заттарды, болмаса сіз еркек болсаңыз, әйеліңіз бермей жатса, сізге сыйланған заттарды, болмаса сіздің жеке жаңағындай произведение искусства дейді, бермей жатса, онда сот арқылы оның бәрін талап етуге болады. Талап етіп, осылардың бәрін алуға болады, болмаса осының құнын өндіріп алуға болады. Яғни сіздерге жаңа тізімін айттым, бөліске түспейтін мүліктер. Жалпылама бұл керекті осы қазір өмірде кездесетін тізімдерді айттым сіздерге, бөлісуге түспейтін жаңағы мүліктердің. Сондықтан егер сіздерде ажырасу мәселесі болып жатса, мүлік бөлісу мәселесі болып жатса, онда астында телефон қалдырам, хабарласыңыздар, көмектесуге дайынбыз. Сіздермен болған Заңгер Шыныбаев Марғұлан. Лайк, комментарий, сұрақтарыңызды астына қоя отырыңыздар.